Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге өзімнің косметикамды және қандай заттармен, кремдермен қолданатынымды, средстволармен қолданатынымды көрсетемін. Ал жарайды, енді бастайық. Менде бұл ең кішкентай косметичкам. Бұның ішінде кішкене 3-4 косметика бар. Мынау коробка. Бұл жерде менің сырғам тұр. Оны мен тақпаймын пока что. Мен уақытшынан тағып жүрмін. Бір ай мына сырған тағам, бір ай мына сырған тағам. Сосын мынау хал қоятын карандаш. Мынау помада сондай кішкентай. Ашық роза түсті, бірақ камерада сәл қараңғы болып тұр. Сосын бордовый түсті болып көрінеді. Және менің пудрам мынандай. Біріншісі, екіншісі. Және мынау мені жағатыны. Жұмсақ. Өте. Мына жерде 4 осында сырға тағам, көрсетші сырға, помада, карандаш және пудра. Ал екінші косметичкам бұл осындай. Бұл менде Gucci. Бұл әрине подделкасы, енді оригинал емес. Енді ашайын. Осылай ашқанын айтмаған. Мына жерде туш помадаларды қойып қоятын, бірақ қазір қоймайды. Бұл жерде өте көп косметика бар. Ең бірінші мен моншақтан бастайын. Мынау моншақ. Мынау таза бриллиант емес енді. Мамам бұны маған туған күніме сыйлаған. Мынау сондай моншақ. Мынау таза бриллиант енді. Бұны маған Турциядан әпшем әперген. Сосын тағы бұл, енді бұл басқа компаниядан алынған сырға. Бұны мен 2 айдан соң тағам. Сосын, мен бұл тень для бровей и тень для век. Жерде айна жоқ. Мынау тень жағатын кисточкасы. Тень жағатын бұл. Ал мен қасты жағады. Бұл кисточка для бровей, мынау кисточка для век. Міне тень. Ашық қоңыр мен жабық қоңыр. Соншалықты қатты ашық қоңыр емес енді. Бұл японский туш. Мен алдап жатқан жоқпын. Бұл шынымен японский туш міне. Өткенде әкелген маған папам. Сосын мынау корейский пудра. Мен өтірік айтып жатқан жоқпын, бұл корейский пудра. Міне, мына жақта корейский жазылып тұр. Қытайша емес. Мен корейский көп сөздерді білем. Міне пудраның ішінде мынау айна. Мынау ашық түстегі бетке жағатын болсаңыз, қап-қара бетті әппақ қылып жүреді. Бірақ мен бетім қара емес. Мынау сосын оның жағатыны.
және менде мынандай 3 түрлі помада бар. Анау японский. Бұл мынандай помада. Кисточкасымен помада. Бұны жасау өте қиын кетіру. Қатты қиын. Сосын бұл ашық роза түсті. Мынау болса бордовый түсті. Осылай жағылады. Маған мынау түс осы бордовый түс маған қатты жарасады, сондықтан мен осымен көп қолданамын. Ал мен онша қолданбаймын. Анда-санда ғана қолданамын, өйткені бұл қатты жағылады, сосын бұл кетіру өте қиын. Средства для снятия макияжа зорға кетіреді ананы өзін. Сосын мынау бальзам для губ. Фруктовый поцелуй деп. Сырт түсті помада. Және соңғысы мынандай 3 корейский тень. Бірінші тень мынандай кішкентай бұл. Бұны қолмен немесе мынау кисточкамен де жағу болады. Бірақ мен қолмен сосын мен бетімді аламын да жағам. Ашық қоңыр түсті. Сосын ана ұстаған кезде бір су секілді болады да. Су секілді болады. Ал екінші мындай. Блестящий. Үшіншісі қара түсті. Пока-пока, достар, келесі видеода көріскенше.